Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай үй жағдайында кереметтей болып шығатын картошка фри және донер дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, құрамы қолжетімді заттардан тұрады. Сондықтан видеоның соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен картоптарымыздың қабығын ашып дайындап аламын. Және видеода көріп тұрғандарыңыздай картоптарымызды қатты қалың және қатты жұқада етпей, осылай ұзыншалап турап шығамыз. Турап алған картоптарымызды салқын суға салып, үстінен 1 шай қасық уксус құямыз. Және қолымызбен барлығын жақсылап араластырып, суын төгіп тастаймыз. Суын төгіп алғаннан кейін картоптарымызды осылай матаның үстіне жайып, үстінен қағаз сүлгінің көмегімен баса отырып, картоптарды кептіріп аламыз. Біздің картоптарымыз толықтай кебуі керек. Кепкен картоптарымызды осылай бір ыдысқа салып, үстінен 1 ас қасық жүгері крахмалын қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Картоп пен крахмалды толықтай араластырып алғаннан кейін оттың астын қатты етіп қойып, сұйық майымызды құямыз, толықтай қыздырамыз. Майымыз қызғаннан кейін картоптарымызды салып, шамамен 4-5 минуттай толықтай піскенше қуырамыз. Арасында осылай жиі араластырып тұрыңыздар. Осылай картоптарымызды шетінен бөліп отырып қуырып алатын боламыз. Біздің картошка фрейіміз осылай керемет болып қуырылып шықты. Енді барлығын сүзіп алып, бойындағы артық майлардан арылу үшін қағаз майлыққа орналастырамыз. Дәміне қарай тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің картошка фрей дайын болды. Өте керемет, сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып шығады. Ал енді осы фрейімізді қосып донер дайындайтын боламыз. Және де бізге донер дайындау үшін тауықтың төс еті қажет болады. Оны да майға қуырып дайындап аламыз алдын ала. Қажетті заттардың барлығын осылай алдын ала дайындап қоятын боламыз. Тауықтың төс етін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қайнатып дайындасаңыздар да болады. Мен осылай ұзыншалап турап алып, қуырып дайындап алдым. Енді осы тауықтың төс етін қызып тұрған майымызға салып, жақсылап қуырып аламыз. Қазір өзінің суы шығады. Содан соң дәміне қарай тұз бұрышын салып, суы тартылғанша қуырып, піскенше дайын болғанша қуырып алатын боламыз. Мінекей дайын болды. Қажетті заттардың барлығын алдын ала турап дайындап қоямыз. Енді донерді дайындауды бастаймыз. Ол үшін бізге лаваштың қамыры қажет болады. Кез келген түрін пайдалансаңыздар болады. Ең алдымен соус ретінде кетчуп пен майонезді араластырып, лавашқа жағып алатын боламыз. Майонездің орнына қаймақты да қолдансаңыздар болады. Каналымнан шығатын рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Осылайша соусымызды лавашқа жақсылап біркелкетіп жағып алатын боламыз. Ең алдымен жаңағы қуырып алған, дайындап алған фрейімізді саламыз. Фрейдің үстінен қиярымызбен және де ұзыншалап туралған қызанағымызды салып, үстінен алдын ала пісіріп қойған тауық етімізді саламыз. Және де үстінен сақиналап турап алған пиязымызды саламыз. Үстінен тағы да майонез қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде майонез қолданған жоқпын, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Енді донерді видеода көріп тұрғандарыңыздай жақсылап тығыздап орап шығамыз. Донерді қызып тұрған духовкаға салып, екі жағын қызартып аламыз. Мен осылай духовканың решеткасына қойып, екі жағын қыздырып алдым.
Осымен үй жағдайында дайындаған дәмі тіл үйіретін донеріміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер және де каналға тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар.